Қарағандыда тәуелсіздік белгісінің тұсаукесері өтті. Төс белгі қазақ клуб бастамасымен жасалды. Төс белгінің ортасында Қазақстан Республикасының картасы орналасқан және қазақ тарихының 8 маңызды тарихи датасы бар. 2020 жылы қазақ клуб ұйымы тәуелсіздік лентасын әзірлеген. Бұл жолғы төс белгіні дайындауда сол тәуелсіздік лентасы негізге алынды. Осынау белгіде қазақ тарихының көрнекті тұлғалары, мемлекет және қоғам қайраткерлері бейнеленген. Олардың қатарында ғұндар мемлекеттің негізін қалаушы Мөде Қаған, қазақ хандығын құрған Керей мен Жәнібек, 300-ді біріктірген Абылай хан, соңғы қазақ ханы Кенесары Қасымұлы, Алаш қозғалысының көшбасшысы Әлихан Бөкейхан және түркі қағанатының символы бөрілі байрақ пен есік қорғаннан табылған алтын адам бар. Қарағандыда міне 2 жылдан асты қазақ клубымыз бар. Соның біз мүшелеріміз. Бұл біздің клубтың негізгі мақсаты осы қазақтың ұлттық құндылықтарын, ұлттық тарихын, ұлттық мәдениетін, ұлттық салт-дәстүрін жастарға насихаттау, жастарға көрсету. Тәуелсіздік белгісінің жоғары жағында Қазақстан азаттық алған тарихи дата 1991 жыл көрініс тапқан. Көтерілген күн мен ашық кітап жаңа дәуірдің басталған және елдің болашағы ғылымда екенін білдіреді. Ал төс белгіні айнала қоршаған ұлттық ою-өрнек мәдениет пен тарихты сақтауға үндейді. Мұнда 2500 жылға созылған қазақ елінің барлық негізгі тарихи кезеңдерін қамтиды. Онда 8 тарихи дата мен 6 тарихи тұлға бейнеленген. Тәуелсіздік белгісі жоспарланған 5 жобаның 3-шісі. Бұған дейін тәуелсіздік лентасы және Қазақстанның әскери тарихына арналған жауынгерлік даңқ лентасы жарық көрді дейді авторы Нұржан Сұршаұлы. Негізгі мақсат осы белгілер арқылы, жаңағы тәуелсіздік лентасы арқылы және тәуелсіздік белгісі арқылы осы тәуелсіздік ұғымын жастарға насихаттау. Төс белгі бүгін енді тұсаукесер, қазір келген жастарға біз таратып береміз. Алдағы уақытта да акция түрінде өткен жолы мысалы тәуелсіздік лентасы акциясы болды, біз жастарға тегін тараттық. Алдағы уақытта да бұл төс белгі таратылымда болады және қалаған адам өзі дүкеннен сатып алатын мүмкіндіктері болады кез келген адамның. Қастерлі белгі қазақ халқының тарихы мен дәстүрін жастар арасында насихаттауға бағытталған. Сондай-ақ тәуелсіздік белгісін тағу әрбір азамат үшін үлкен жауапкершілік. Белгінің иегері көрнекті қазақ қайраткерлерінің істерін жалғастыруға, ұрпақтар сабақтастығын сақтауға, жастар арасында қазақ халқының рухани құндылықтарын дәріптеуге, жәрдемдесуге ұмтылуы тиіс. Тәуелсіздік белгісі мен лентасын жас ұрпақ арасында насихаттау үшін келесі жылы тәуелсіздік белгісінде бейнеленген тұлғалардың ел алдындағы еңбегін баяндайтын тарихи спектакльді ұсынуды жоспарлап отырмыз дейді ұйымдастырушылар. Жаңабек Нар, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.